Негізі біз оқушыларды, балаларымызды кінәлай алмаймыз бұл жағдайға, буллингқа. Негізі бала көріп, біліп өседі ғой. Негізі осындай келеңсіздік жағдайлар болып жатқанына мен ойлаймын, бұл жалпы қоғам және бір тәрбие жүйесінде бір олқылықтар болып жатқан деп білсе болады. Негізі қазіргі таңда ұстаздар, ата-аналар осы буллинг мәселесі болсын, балалардың бір-біріне қысым көрсету мәселесі болсын, бірінші кезекте өршіп тұр ғой. Соны қолға алу керек негізі. Ол біріншіден неге? Мынау Абай атамыздың бір жақсы сөзі бар ғой. Мынау еш нәрсемен ісі жоқтың, жаңағы қарны тоқтық, еш нәрсемен ісі жоқтың аздырар адам баласын деп айтады ғой негізі. Сондықтан жұмысы жоқтық аздырар адам баласы деп. Шын мәнінде біздің оқушыларымыздың бос уақыты көп болса, мысалы, ол кезде еш нәрсемен ісі жоқ болса, алдына қойған бір мақсаты болмаса, ол осындай келеңсіз жағдайларға әкеледі. Ол бір. Екіншіден, бірінші кезекте біз мынау ұстаздар оқу процесіне, соның ішінде сабаққа өте жоғары көңіл бөлу керекпіз. Сіздер жас мамансыздар ғой. Сабақ дұрыс өтсе мектепте, жоғары деңгейде, сонда осындай жағдайлар азырақ болар. Айтып еді ғой, мұғалімдің үш түрі болады деп. Бірінші мұғалім ол жай мұғалім дейді, сабағына келеді, кетеді мұғалім. Екінші мұғалім ол дегеніміз ізденетін мұғалім дейді. Және де ол үшінші мұғалім баланың жүрегінен орын тапқан мұғалім деп. Сол жайлы айтқым келді. Жақсы, рахмет, көп рахмет.